Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нағыз қазақи пирог, тарымен пирог дайындаймыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Ең алдымен жуып тазаланған қуырылған тарымызға ыстық сүт құйып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Тарымыз міндетті түрде қуырылған болуы қажет. Оңтүстік өңірде оны сөк деп атайды. Ендігі кезекте ұнымыздың үстінен қамыр қопсытқыш саламыз. Үстінен құм шекер саламыз, араластырып жібереміз. Ұнымыздың үстінен бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Онымен майды біріктіре отырып крошка жасаймыз. Крошкамыз осындай болуы қажет. Енді жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Диаметрі 24 см болатын формамызға қамырымызды бір келкі қылып жабыстырып шығамыз. Пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Қаймағымызға сгущенка құямыз, жұмыртқамызды саламыз, ұнымызды саламыз, жақсылап араластырып жібереміз. Міндетті түрде қою, сапалы сгущенка қолданыңыз. Сол кезде пирогыңыз өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Ендігі кезекте бұқтырылып дайын тұрған тарымызды осы салмамызға салып араластырамыз. Қамырымыздың үстінен салмамызды құямыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170-180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз пісіп дайын болды. Ендігі кезекте бетінен сгущенка құйып әсемдейтін боламыз. Сгущенкамыз сапалы қою болғаны дұрыс. Бетінен қуырылған тарымызды сеуіп әсемдеп жібереміз. Мінекей пирогымыз көздің жауын алатындай өте әдемі болып шықты, әрі дәмді болады. Ендігі кезекте ортасынан бөліп сіздерге ішкі бөлігін көрсететін боламын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай ішіндегі тарылары көрініп тұр және жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.